ең танымал студенттер ең көп шоғырланатын жерде тұрмыз. Стипендия ойнататын боламыз. Бір үйір жылқылар дұрыс, план дұрыс. Фонтанның атауы слезы студента деп аталады. Білім деңгейлеріңізді тексереміз. Не вариант былайша айтқанда? Ұялмайсың ба? Білдей ұры. Достар, видеоны бастамас бұрын айта кетейін, сіздер біздің YouTube арнамыздан Қазақстанның барлық дерлік университеттеріне толық видео шолу көре аласыздар. Сол үшін біздің YouTube арнамызға міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және комментарийға келесі жолы қандай университетті түсіргенімізді қалайсыздар, соны жазсаңыздар болады. Сәлем, құрметті достар. Қазір таңғы сағат енді ғана 9 болып жатыр. Ал мен Алматы қаласындағы Тимирязева көшесіндегі Әл-Фараби, яғни Казу университетінің аялдамасынан енді ғана түстім. Жаңа жол бойы көріп келе жатқандарыңыз ол Алматы қаласындағы Тимирязева көшесі. Яғни бұл Тимирязева көшесі байқап тұрғандарыңыздай европалық стильде жасалынған, себебі мұнда барлық дерлік автобустар жолдың осындай ортаңғы бөлігімен жүретін болса, ал жеңіл машиналар осындай жолдың екі шетімен жүреді. Байқағандарыңыздай жолдың ортасымен бос болса да ешқандай машина жүрмейді, себебі мұнда тек қана автобустар жүруі тиіс. Ал керісінше мұнда жеңіл машинасы барлар үшін немесе таксимен келу не вариант былайша айтқанда. Бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті туралы видео шолуымыздың түсірілімі небәрі 3 күнге созылды. Десек те кадрлардағы айырмашылықтан сіз жылдың 3 мезгілін көргендей боласыз. Достар, қазір сіздердің қазу бойынша білім деңгейлеріңізді тексереміз. Тест. Артымызда тұрған ғимарат қай факультеттің ғимараты? А. Биология факультеті, Б. Механика-математика факультеті, С. Химия факультеті. Сіздер қайсысын ойласаңыздар да қателесіңіздер, себебі бұл ешқандай да факультет емес, бұл басшылық. Қазақстан тарихы пәнінен оқығанымыздай, Қазақ ұлттық университетінің негізі 1934 жылы қаланған. 1971 жылы Қазу қалашығы орны осы жер болып белгіленгеннен кейін осы ғимараттың іргетасы қаланды. Сол көздері оқу корпусы болып пайдаланған бұл ғимарат қазір басшылықтың қызмет орны болып табылады. Австралияда Сидней опера хаус, Астанада Астана опера театры, Қазу қалашығында Өмірбек Жолдасбеков атындағы студенттер сарайы. Ауданы 14 000 квадрат метрді құрайтын, бір мезетте 1620 көрерменді сыйдыра алатын бұл сарайда тек Қазақ ұлттық университетінің студенттік іс-шаралары ғана емес, республикалық дәрежедегі концерттер де өткізіледі. Қазақ ұлттық университетінде бүгінде 20 мыңға жуық студент 14 түрлі факультетте білім алады. Ол факультеттер: ақпараттық технологиялар, медицина, заң, физика, химия, философия, филология және әлем тілдері, халықаралық қатынастар, тарих, жоғары оқу орнына дейінгі білім беру, география және табиғатты пайдалану, шығыстану, механика және математика, журналистика, экономика және бизнес жоғары мектебі, биология және биотехнология факультеттері бар. Сонымен қатар әскери кафедрада бар. Артымызда тұрған ғимарат Қазақ ұлттық университетінің Әл-Фараби атындағы кітапханасы. Әл-Фараби атындағы кітапхана бұл Орта Азиядағы аналогы жоқ заманауи ғимаратта орналасқан. Мұнда 2 миллион данадан асатын кітап қоры,
Ауданы 1850 метр квадратты құрайтын студенттерге арналған классикалық оқу залдары және шартты түрде аймақтарға бөлінген 220 адамға арналған электронды кітапханасы бар. Біз қазір Әл-Фараби кітапханасындағы ең танымал студенттер ең көп шоғырланатын жерде тұрмыз. Бұл қай бөлігі деп ойлайсыздар? А. Оқу залы, Б. Компьютерлік зал, С. Орталық фойе. Дұрыс жауабы асхана. Қазу қалашығында асханалар өте көп. Бірақ осы кітапханадағы асхананы студенттер ерекше жақсы көреді. Әл-Фараби кітапханасының 4-ші қабатында Қазақ ұлттық университеті қалашығының бас жоспары бар макеті бар екен. Біз білетін мәңгілік ел аркасы, одан кейін қазу ректораты, Жолдасбеков сарайы. Ал біз қазір мұнда Әл-Фараби кітапханасында тұрмыз. Енді жоспар бойынша келесісіне барайық. Біз қазу бас жоспары бойынша белгіленген орынға келдік. Мұнда бір үйір жылқылардың экспонаттары және жанындағы кітапхана және жоспар бойынша бір үйір жылқылар. Дұрыс, план дұрыс. Болса, келесі кезекте сіздерге керемет студенттерге қызмет көрсету орталығын таныстырамыз. Керемет студенттерге қызмет көрсету орталығында супермаркет және диагностикалық орталық бар. Мұнда студенттер мен оқытушылар жоғарғы технологиялық құрал жабдықтармен медициналық көмек ала алады. Бұл шағын кинотеатрда көрсетілетін фильмдердің графигін Универ Казму порталынан көруге болады. Мұнда қазу қалашығындағы студенттерге арналған асханалардың ішіндегі ең үлкені бар. Кереметтің іші шынымен де аты айтып тұрғандай керемет екен. Мұнда қазу қалашығының тұрғындары осы қалашықтан шықпай-ақ біраз мәселелерін шеше алады екен. Бұл ешқандай да тұрғын үй немесе ЖК-лар емес. Біз әлі де қазу қалашығы аймағындамыз. Бұл студенттер үйі, яғни жатақханалар. Әйгілі продюсер Нұрлан Қоянбаевтың «Каникулы в Таиланде» фильмінің дәл осы фрагменті артымызда тұрған номер 5-ші жатақханада түсірілген болатын. Қазу қалашығында әр факультет студенттеріне арнайы көп қабатты жатақханалар бар. Олардың жалпы саны 14. Жатақхана мен оқу корпустары қазу қалашығының ішінде орналасқандықтан студенттер үшін барып келуіне өте тиімді. Қазақ ұлттық университетінің магистранттарына арналған жас ғалымдар үйі бар. Сіздер түсіну үшін мынау Алматы қаласының картасы болса, Қазақ ұлттық университеті қалашығы Алматының элиталық аймағында, яғни Әл-Фараби даңғылы мен Тимирязева көшесінің арасындағы аймақта орналасқан. Қазу студенттері арасында тараған аңыз бойынша орталық аллеяда орналасқан мына екі фонтанның атауы слезы студента деп аталады. Бұл аңызға сүйенсек, фонтаннан жазғы күні сессиядан өте алмай, жазғы оқуға қалған студенттердің көз жасы аға деген. Достар, осының бәрі қазу қалашығының ішінде. Сіздер қазу қалашығының қаншалықты үлкен екенін білу үшін мен қазудың басынан аяғына дейін жүріп өтейін.
Қазу қалашығында ауа ерекше таза болып келеді. Себебі аумағы 84 гектарды құрайтын қалашықта 100 түрлі 18 мыңға жуық ағаш бар. Соның есебінен қалашықтың ішінде ауа температурасы қаламен салыстырғанда 2 градусқа төмен. Властелин колец қой. Just my universe, just my universe. Write my unique verse, squeeze my simple words. Қайрат Нұртастың Just My Universe әнінің бейнебаяны Қазу спорт кешенінде түсірілген. Нақтырақ айтсақ, 5000 көрерменге арналған трибунасы бар мына бір футбол алаңында. Достар, бізде конкурс біздің каналымыз өнерлер жайлы болғандықтан біз стипендия ойнататын боламыз. Конкурс шарттары өте қарапайым. Сіздер біздің YouTube каналымызға тіркелулеріңіз керек, және де лайк басып, және кез келген жақсы комментарий жазсаңыз жеткілікті. Конкурстың нәтижесін біздің Instagram парақшамызда осы видеоға 3000 лайк жиналғаннан кейін жариялайтын боламыз. Сіздерді күтеміз. Сәттілік. Клиника пластической хирургии. Жоқ сенде қызық. Ана ернің дөріп кеткенше. Башықтарымыз бар, біз боламыз. Shake, 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 yeah.